Құрметті достар, біздің саяхатқа арналған арнамызға қош келдіңіздер. Кезекті саяхатымыз Грузия мемлекетінің халқы жағынан 3-ші орында тұрған Кутайси қаласынан басталады. Осы видеода осы қаланың қызықты жерлерін, яғни қай жерге қыдыруға болады, және де қандай жерлерді аралауға болатынын көресіздер. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Кутайси аэропорты қазір кіреберісі. Мына жерде жергілікті таксистер және автобусқа билет алсаңыздар болады. Мына жерде Кутайсиден Тбилисиге, Батумиге, мына бір жерлерге сим-карта сатылады. Яғни сим-картаның пландары әртүрлі. Біз 10 гигабайтты 20 лариге алдық. Жоқ, 15 гигабайтты. Аэропорттан Кутайсиге адам басына 10 лариге 2 билет алдық. Балаларға міндетті емес. Келіп тоқтайтын жері орталық. Бұл жерден сіз кез келген бағытта такси немесе автобус таба аласыз. Біздің алған отеліміз бұл жерден 4 минуттық жерде орналасқан. Апартаментіміз кішігірім. Кухня, гостиный, спальня бәрі бірге. Ваннасы. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Қаланы толық аралауға 1-2 күн жеткілікті. Біздің бет алған бірінші жер бұл Баграта шіркеуі. Осы қаланың символы болып саналады. Жол бойы әр бақшада лимон ағаштарын және де осындай сағалап тұрған иттерді кездестіресіздер. Баграта храмы 1300 жылы біріккен грузин хандығының соборы ретінде Кутайсиде соғылды. Бұл храм бірнеше рет 17-18 ғасырларда зардап шеккен. Михаил Саакашвили президенттік сайлауға түскен кезде осы шіркеуді қалпына келтіруді көтерген болатын. Ботанический сад деп тұр Кутайси. Мақта кіру не ойдым? Қанша? 1 лари ма? Камарджоба. Можно снимать, да? Ботаникалық бақтың ішінде ең таң қалдырған нәрсе бұл ағаштың ішінде орналасқан шіркеу. Бұл шіркеудің ішіне емін-еркін 2-3 адам сыйып кетеді. Қалаған адамдар балауыздарын жағып дұға ете алады. Табиғаты ерекше осындай ағаш шіркеулер осыған дейін Франция және Греция елдерінде кездессе, бүгінгі күнде Грузия мемлекетінің Кутайси қаласы да бұл тізімге қосылды. Мынау жаңағы ботаникалық бақтың айналасы, яғни сырты түтін, іші бүтін болып тұр.
Келесі бет алған жеріміз бұл тағы да бір шіркеудің жанында орналасқан осы үлкен ағаш қызықтырды. Бұл ағашқа шамамен 400 жылдан астам уақыт болып кеседі. Mandarin шығар, ya. Kutaisi Алақандағыдай. Алдарыңда осындай Эйфель мұнарасы күтіп алады. Неге жабық қой аттракциондар, я? Қыстың кезі деген шығар. Сезон емес сияқты. Канаттық жолдан шығып, ары қарай грузиндердің ұлттық тағамдарының дәмін татуға келдік. Грузияға келіп тұрып, хинкалидің дәмін татпай кету мүмкін емес. Осы орайда мен өзіме хинкали тапсырыс берейін десем, ішіндегі ет туралы сұраған кезде, олар маған барлығы бізде шошқаның етін және сиыр етін араластырып дайындайтындарын айтты. Мен болса сырмен тапсырыс бердім. Грузиндіктер тамақтарының барлықтарына сулугуни сырын қосады. Бұл хачапури аджарскийге де сырды аямаса керек. Грузин тіліндегі қызық жайт, оларда бас әріп деген ұғым жоқ. Біз кездестірген иттердің барлығының құлағында осындай сары беркілер болады. Бұл деген иттердің барлығы қажетті прививкілерін алған және де ары қарай ұрпақ өрбіте алмайды. Ал. Ұйықтап жатыр, я? Далада жүргендер барлығы өстіп. Жолдарын көрдің бе? Гүл деп қойған ғой. Фантазия бар. Geçen kava. Kiyip aldım ben çikeyle. Şunu dedim aşk kaçtım as. Жолдан бәрі жүгіріп өтеді. Пешеход деген жоқ, я? Ана жерде пешеход тұр, әне. Қазір бірақ бәрі машина азайған күтіп тұр. Жолды қысқартып өтірген мастерміз осындай. Тек қана біз емес. Тұр мына жағынан. Дön. Ата. Жасыл базардың басты кіреберісіндегі бұл жар грузин халқының тарихын баяндайды. Кезінде Гүржістанды басқарған мемлекет басшылары мифологиялық персонаждарды кездестіруге болады. Ал бұл жердегі снарядтар грузин халқының өзінің тарихында қаншама соғыстарды басынан өткізгенін көре аламыз. Біздің не базар ғой дейсің? Мына Алматы бір Түрксіб деген екен. Базар сияқты іші. Камар жоба. Почем они? 2,50 одна штука. За 2 дадите? Можно. Да? Сколько? Один. Какой посоветуете?
Это гранатовый сок, Ага. это киви, это виноградный, это малиновый, это черный слива. Qanday yeysan ko'rdim? Malina, vinogрад. Qaysi? Малина. Malina. нет, Давайте не malina. Малина? Да, да, Не, malina. не, может граната? Nega? Гранатовый. Ikkovini olibsan, birini bir. Чебурек. А qaysi? Ne, давайте malina da. Малина? Это малина, это гранатовый. Ikkovini oling, bo'ldi. Не, ну один надо было. Один нам нужно. Один. Вон. А? Два, да? Не, один. Ту, бағасын айтып жатырмын, два. Алып тұршы ма? Екі ма? Иә. Әділаба. Қайсы жек көректі? Бөліп көрсейші? Қай көргің бер, дәмін көрсін. Жан, тұршы осы жерде, тұршы. Гранат. Дәм көрмегенде. Бөл кәдімгі ортасынан бөлші. Үлкен қалмай бөл. Перец емес ол. Қайсы? Живый бар. Чурчехла бұл. Чурчехла ма? Жібі бар екен. Сухой сок. Тартсай. Шақпен кестір ойма. На. Көр дәмін. Көр. Істек көрсеші енді. Сыртын соғын істек көр. Қаны. Тасай салғанда. Ями ғой? Базардағы кейбір жемістері Түркиядан алынып келеді, жартысы жергілікті. Мына енді өздерінің үйден жасалынған шараптары грузиндіктердің. Сүрленген ет пе? Жоқ, мынаны айтам. Ұшқан ет сияқты сүрленген. Авокадо алайықшы. Авокадолар не екен? Тамар жоба, да? Сколько стоит? 5 лай. 5 лари? Они местные или из Турции? Турция, да? Авокадо. Люблю. Ладно. Авокадо. Баба. Авокадо. Қаланың тағы да бір көрнекі жерлерінің бірі бұл бізде Цхалтубо фонтаны. Бір қызығы, фонтанға бару үшін жаяу жүргіншілерге арнап өткел жасалынбаған. Бірақ фонтанның қасына барып қызықтауға сізге ешкім тыйым салмайды. Қаланы толық аралап шығуға бізге 2 күн жеткілікті болды. Грузиндердің итке деген құрметі түріктердің мысыққа деген құрметімен бірдей. Тағамдарының сан алуандығы соншалық Грузияға тек қана тамақ жеу үшін келуге тұрарлық. Грузияның табиғатынан отбасылық немесе жеке саяхаттаушыларда өздеріне керегін табары сөзсіз. Kimden kız eкен bu? Papanın.